Сонымен достар бастаймыз. Бүгін 4-ші күн биіктік бисектриса медиана деген тақырыпты өтеміз. Алдымен биіктік бисектриса медиананы еске түсірейік. Кез келген үшбұрыштың төбесінен қарама-қарсы қабырғасына перпендикуляр түсірсек, ол биіктік болады. Перпендикуляр мынандай 90 градусты мынандай перпендикуляр белгімен белгілеп қоямыз. Биіктік кез келген үшбұрыштың төбесінен қарама-қарсы қабырғаға түзу жүргізіп, және ол түзу сол бұрышты қақ бөлетін болса, онда ол бисектриса болады. Үшбұрыштың кез келген төбесінен қарама-қарсы қабырғасына жүргізілген түзу қабырғаны қақ бөлетін болса, онда ол медиана деп аталады. Ары қарай, биіктікке қатысты мынандай формулалар бар. Қабырғалары А, Б, С деп белгілеп қоятын болса, үшбұрыштың сәйкес әр қабырғасына түскен биіктік HA, HC, HB болады. Сосын олардың арасында мынандай қатынас формула болады. Сосын тік бұрышынан біздер гипотенузаға биіктік түсіретін болсақ, қабырғалары А, Б, С, проекциясы CA, мына проекциясы CB, биіктік H, онда мынандай 4 формула орын алады. Бұлардың барлығы бізге қазір есеп шығарған кезде керек болады. Сосын медианаға қатысты мынандай формулалар бар, үшбұрышты бисектрисаға қатысты мынандай формулалар бар. Төбесін бұрышынан бисектриса түсіреміз, және ол мына бұрышты қақ бөледі, альфа бөлінген 2, альфа бөлінген 2. Медиананы А қабырғасына түсірген медиана LA дейміз. Б қабырғасы бар бізде, мына жерде С қабырғасы, онда Б1, С1 кесінділеріне бөлетін болса, мынандай формула орындалады. Сәйкес мына жерде мына төбесінен бізде LA деп бисектриса түсіреміз, Б және С қабырғалары, онда Б1 кесіндісі және С1 кесіндісі осылай белгілеп қоямыз. Сосын мынандай екі формула орындалады. Медиана ABC қабырғасы, MA медианасы, мына екі бұрышын қақ бөледі. Ары қарай, мынандай формула орындалады. Сосын медиананың мынандай қасиеттері бар. Медиана қиылысу нүктесінен мынандай қатынаста бөлінеді. Төбесінен есептейтін болсақ, 2-де 1 қатынасында болады. Мына жер 2n, мына жер 1n. Мына жерде 2k, мына жерде 1k. Сол сияқты мына жерде 1m, мына жерде 2m қатынасында бөлінеді. Сосын медиананың мынандай қасиеті бар. Ол үшбұрышты тең 2 бөлікке бөледі. Аудандары тең 2 бөлікке бөледі. Мына жерде. Ал егер барлық 3 медиананы жүргізетін болсақ, ол аудандары тең 6 бөлікке бөледі. Сонымен достар бастадық. ABC үшбұрыштың периметрін табыңыз. Периметрін табу үшін біздер мына кесіндіні x деп қояйық. Және бағанағы формуланы қолданамыз. Міне бисектриса қандай қатынас формуласын. Бұлай болатын болса, 12-ні біздер 8-ге бөлеміз, және 9-ды x-ға бөлеміз. Сонда бізде мынандай теңдеу пайда болады. Бұл жерден x-ті табу үшін 9-да 8-ді көбейтеміз, және 12-ге бөлеміз. 72 бөлінген 12 тең болады 6. Мына бөлік 6-ға тең. Ал периметр деген сөз, ол үшбұрыштың 3 қабырғасының қосындысы. Яғни бір қабырғасы 12, 9, және мына кесінді 8 болса, мына 6 болса, онда 14 болады. Сонда 21 қосылған 14 тең болады 35. Жауап С. Сонымен мынандай есепті қарастырып көрейік. Үшбұрыштың екі қабырғасының айырымы 28 см, ал олардың арасындағы бұрыштың бисектрисасы үшінші қабырғасын 43 см және 29 см кесінділерге бөледі. Үшбұрыштың екі қабырғасын табыңыз. Ал бұл жерде мына бисектриса бізде 43 және 29 деген осындай кесінділерге бөледі. Мына қабырғасын x десек, мына қабырғасын x минус 28 деп қоямыз. Өйткені екі қабырғасының айырымы, мына x азайтылған x минус 28 болатын болса, жақшаны ашатын болсаңдар, онда мына жерде 28 болады. Сонда екі қабырғасының айырымы 28-ге тең осылай болады. Бұл жерде мына формуланы қолданамыз біздер. Яғни x-ті 43-ге бөлеміз, тең болады x минус 28-ді 29-ға бөлеміз. Сонда x-дің 43-ге қатынасы, x минус 28-дің 29-ға қатынасы. Осында теңдеу пайда болады. Оны енді пропорция арқылы шығарамыз. 29-ды x-ға көбейтеміз, 43-ті x минус 28-ге көбейтеміз. Ары қарай жақшаны ашамыз. Мына жерде 29x тең 43-ті x-ге көбейтеміз, минус 43-ті 28-ге көбейтеміз. Ал 29, енді x-тарды бір жаққа жинаймыз, сандарды бір жаққа жинаймыз, теңдеу кезінде.
29x азайтамыз 43x тең болады минус 43-ті 28-ге былай көбейтіп алсақ болады. Мына жерде 84 112 4 0 1204. 29-дан 43-ті азайтсақ 14x минус 1204. Енді екі жағында да минус болатын болса, минусқа көбейтіп біздер оны жойып жіберсек болады. Сондықтан бірден 14-ке бөле салайық. Мына жерде 14 пен 14 қысқарады. Немесе минус 14-ке бөліңдер екі жағында. Минус пен минус плюсті береді. Сондықтан тек қана x-тің өзі қалады. Ана жақта 1204-ті 14-ке бөлетін болсаңдар 86 болады. Ол мына қабырғасы 86-ға тең. Ал 86 азайтылған 28 тең болады 58. Сонда жауап Д болады. Бір қабырғасы 86, екінші қабырғасы 28, ал үшінші қабырғасы мына екеуінің қосындысы. Осылай қабырғаларын табамыз. ABC үшбұрышында AB 4-ке тең, міне мына қабырғасы AC 6-ға тең, ал BC 8-ге тең. Мына BC-ны 8-де быласына жазып қоя салайық, міне мына BC 8-ге тең. Үлкен бұрышының биссектрисасын табыңыз. Енді бұл жерде мынандай нәрсе. Үлкен бұрыш үлкен қабырғаға қарсы жатады. Үлкен қабырға бізде 8, сондықтан мына А биссектрисасы, А төбесінен биссектриса түсіреміз. АД биссектрисасын. Енді осы биссектрисаны табыңдар дейді. Оны L деп қояйық. Алдымен, бұл жерде де міне осы формулаларды қолданамыз біздер қазір. Алдымен, мына бөлігін біздер қазір x десек, онда мына кесінді CD x 8 минус x болады. Алдымен міне мына формуланы қолданамыз. 6-ны мына кесіндіге бөлеміз, 4-ті x-ға бөлеміз. Сөйтіп екеуін теңестіріп теңдеу шығарамыз. 6 бөлінген 8 минус x тең болады 4 бөлінген x. Пропорция. 6-ны x-ға көбейтеміз, 6x болады, 4-ті 8 минус x-ға көбейтеміз. Сөйтіп 6x тең болады, 4-ті 8-ге көбейтсек 32 минус 4x-ға көбейтсек 4x. Тағы да x-тарды бір жаққа жинаймыз, сандарды бір жаққа жинаймыз. 6x плюс 4x болады тең 32. 10x тең 32. 10-ға 2 жағын бөлеміз. Қысқартсақ x тең болады 3,2. Сонымен, мына бөлігі 3,2, ал мына бөлігі 4,8. Енді екінші формуланы қолданып біздер AD биссектрисасын тауып аламыз. Оны қысқаша L деп қойдық біздер. Түбірдің астында BC, яғни мына жерде суретті қарасаңдар формулада мына екі қабырғасын көбейтеміз. 6 көбейтілген 4 азайтамыз. Мына жаңағы екі кесінді 4,8 бен 3,2 тең болады. 24 азайтылған. Енді мына жерде 4,8 бен 3,2-ні көбейтіп алсаңдар болады. 144 болатында. 6, 3, 5, 15,136. Мына жерде азайтатын болсақ, онда 8,164 болады. Оның барлығы түбірдің астында. Енді жауапты қарасаңдар, бұл жерде кішкене басқаша, сондықтан бұны 8,164 ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырып көрейік. 864 бөлінген 100 болады. Түбірдің астында. Екеуінде 4-ке қысқартып көрейік. 4-ке 100-ді қысқартсақ 25 болады. 864 4-ке қысқартсақ 216 болады. Ары қарай түбірдің астында 25-ті түбірдің астынан бірден шығарып тастайықшы 5 болады. Ал 216-ны біздер 36 көбейтілген 6 деп жазып алсақ болады. Ары қарай 36 түбірдің астынан 6 болып шығады. Мына 6 қалып қояды. Сонымен жауап 6 түбір асты 6 бөлінген 5. Ол мына AD биссектрисасы. Жауап А болады. Осылай достар, келесі есеп. Сонымен келесі есеп достар. Егер тік бұрышты үшбұрыштың тік бұрышынан гипотенузаға түсірілген биіктік оны 3 см және 27 см бөліктерге бөлетін болса, онда осы биіктіктің ұзындығын табыңыз. Биіктіктің ұзындығы қандай? Мына биіктікті біздер H деп қояйық. Және осы биіктік гипотенузаны 3 және 27 деген кесінділерге бөледі. Осы биіктікті қалай табамыз? Бағана біздер мынандай формуланы жазып едік. Тік бұрышты үшбұрыштан тік бұрышынан гипотенузаға биіктік түсірілсе, онда осы биіктікті табу үшін мына проекциялардың көбейтіндісінің квадратына тең болады. Яғни h квадрат тең болады 3 көбейтілген 27. H-тың өзін табу үшін біздер түбір асты 81 деп аламыз. 3 пен 27-ні көбейтсек 81, оның түбір асты 9. Сонда биіктік 9-ға тең. Осылай оп-оңай табылады достар. Әдемі формула, тамаша формула. Қосымша егер ауданын тап десе, онда мына биіктігімен табанын көбейте саласыңдар. 9 көбейтілген
30 және оны 2-ге бөлеміз. Алдына 2-ден 1 деп қояйық. Сонда 30 бен 2-ні қысқартсақ 15 болады. 15-ті 9-ға көбейтсек 135 болады. Ары қарай осылай жалғасып кете береді. ABC үшбұрышында BC 8-ге тең, AB 12-ге тең. Егер BC қабырғасына түсірілген биіктік 5 болса, онда AB қабырғасына түсірілген биіктікті табыңыз. BA мынау C болсын бізде. Онда BC қабырғасын 8 деп алайық. Мына жерде мына M деп, мына нүктені N деп қояйық. Биіктік CN биіктігі, AM биіктігі. Сонымен BC қабырғасын біздер 8, AB қабырғасын 12, BC қабырғасын түсірілген биіктік AM биіктігі 5. Онда AB қабырғасына түсірілген биіктікті табыңыз. Яғни CN, оны біздер X деп қояйықшы. Сонда достар, қараңдар, мына жерде жаңа биіктіктеріне қатысты мынандай теңдеу болды. Осыны қазір біздер қолданып көрейік. Сонда алдымен мына биіктіктердің қатынасын қарастырып көрейік. X-ті бөлеміз екінші биіктігіне 5-ке. Осындай қатынас. Екіншіде осы X қай қабырғаға түсті? 12 деген қабырғаға. Яғни 12-ден 1-дің екінші қабырғасы 8, 8-ден 1 деп жазамыз. Сонда бүйтіп жазатын болсақ, бөлшек түрінде 5-тен 8 дейміз да. Мына кәдімгі бөлу, екінші бөлшек орнымен ауысады. Яғни мына жер былай жазамыз. 12-ден 1 көбейтілген 1-ден 8 деп. Сонда қайтадан көшіріп алсақ, 12-ден 8. Оны бірден қысқартып тастайық 4-ке. Сонда мына жерде 2, 3 болады. Ары қарай X-ті табу үшін 5-ті көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 3-ке. Сонда 3-ден 10 болады. CN биіктігі 3-ден 10. Жауап Б. Үшбұрыштың қабырғалары 7 см, 12 см, 7, 11, 12 см болса, үлкен қабырғасына түскен биіктік табыңыз. Енді мына биіктік 12 деп қояйық, мына қабырғасын 11 және 7. Бұл жерде біздер ауданның формуласы арқылы келейік, мына биіктікті табу үшін. Ол үшін аудан формуласын еске түсірейік. Үшінші сабақта естеріңде болса, ол тұтасымен аудандардың формуласына арналған еді. Сол жерден еске түсірейік біздер. Аудан формуласы ең бірінші формула. Табаны мен биіктігінің көбейтіндісінің жартысы. Яғни бұлай болады. Сонда 12 мен 2-ні қысқартатын болсақ, 6h болады. Осы жерде біздер егер ауданын білсек, онда биіктігін оп-оңай тауып аламыз. Сонда ауданын табу үшін біздер Герон формуласын қолданамыз. Ол P жақшаның ішінде P минус A, көбейтеміз P минус B, көбейтілген P минус C. Және оның барлығы түбірінің астында. Ал P не екенін еске түсірейік. Ол жартылай периметр. Яғни 3 қабырғасын қосамыз және 2-ге бөлеміз. Олай болатын болса, P тең болады 11 қосылған 7 қосылған 12 бөлінген 2. Тең болады 15. Ары қарай ауданын тауып алайық. S тең 15 көбейтілген. Енді әр қабырғасын периметрінен азайтып көбейтеміз. Сонда 15 азайтылған 12 3 болады. 15 азайтылған 11 4 болады. Және 15 азайтылған 7 8 болады. Барлық түбірінің астында. 15 пен 3-ті көбейтсек 45, 4 пен 8-ді көбейтсек 32 болады. Тең. 15 ол 9 көбейтілген 5, 32, 16 көбейтілген 2. 9 түбірінің астынан 3 болып шығады, 16 түбірінің астынан 4 болып шығады. Сосын 5 пен 2-ні көбейтсеңдер, ол әрине 10 және түбірінің астында қалып қояды. Сонда 12 түбір асты 10 болады. Енді бұл ауданын таптық біздер. Мына жерге орнына қоямыз. 12 түбір асты 10 тең болады 6h. Екі жағында 6-ға қысқартамыз. 6 мен 6 қысқарады. Сонда h тең. Мына жерде 12 мен 6-ны қысқартамыз. 2 түбір асты 10 болады жауап. Мына жерде биік 2 түбір асты 10. Жауап С. Осылай табамыз достар. Мына есепте AD қосылған BE өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде медианалардың қасиетін қолданамыз. Мына жерде қарасаңдар, біздер жаңа айтып едік. Медианалар қиылысқан нүктесінен 2-де 1 қатынасында бөлінеді деп. Мына жер 2 болса, мына жер 1 болады. Сонда мына төбесінен 6, ал мына екіншісі осының жартысы болады 6-ның, яғни 3 болады. Мына бөлігімізде 2 болса, онда мына жағы бізде 2 есе үлкен болады, ол 4 болады. Сонда AD 9 болып тұр да, BE ол 6 болып тұр. Ал екеуінің қосындысы 15-ке тең. Сонда жауап Д. Осылай оп-оңай шығады достар. ABC үшбұрышында AB 7-ге тең, AC 4-ге тең, BC
түбірасты 66-ға тең. BC қабырғасының жүрген медиана ұзындығын табыңыз. Міне BC қабырғасы, AD медианасы қабырғаны қақ бөліп тұр. AB 7-ге тең, AC 4 және BC бізде түбірасты 66 деп қояйық. Мына медиана нешеге тең екенін қазір табайық. Бұл жерде мына дайын формула бар, осыны біздер қолданамыз. Бұлай болатын болса, M тең дейміз де. Бөлшек және түбірдің астында 2 еселенген, мына 2 қабырғасының квадраты, 2 көбейтілген 7-нің квадраты, қосылған 2 көбейтілген 4-дің квадраты және азайтылған 3-ші қабырғаның квадраты, яғни түбірасты 66-ның квадраты. Бөлеміз 2 тең. Мына жерде есептесек 2 көбейтілген 49 плюс 2 көбейтілген 16 және кез келген санды түбірдің астындағы санды квадраттасақ, ол санның өзі болады, яғни 66. Түбірдің астында және бөлеміз 2 тең 98 қосылған 32 азайтамыз 66. Түбірдің астында бөлеміз 2 тең 130 минус 66 бөлеміз 2. Мына жерде 64 болады түбірдің астында. 12 бөлеміз, сонда 8 бөлінген 2, 4 болады. Мына медиананың ұзындығы 4-ке тең болады екен. Жауап А. Келесі. Егер АОЦ үшбұрышының ауданы 12 болса, мен мына боялған бөлікне АОЦ 12, онда АБЦ үшбұрышының ауданы неге тең дейді. Бағана біздер айттық, мына формуланы қолданамыз. Медиана үшбұрышты қабырғасын қақ бөлген кезде, онда 2 тең, аудандар тең 2 бөлікке бөледі. Сондықтан, мына жерде алдымен мына үшбұрышты қарастырамыз, АДЦ деген. Осы жерде мына СО деген медиана бар, ол осы үшбұрышты ауданын 2-ге бөліп тұр. Сонда мына 12 болса, мына бөлігінде 12 болады. Онда біздер мына үшбұрыштың ауданын таптық, иә? АДЦ-ның ауданы 24 болады. Олай болатын болса, енді сендер мына АД деген медиананы қарастырасыңдар да, ол тағы да АБЦ үшбұрышын тең 2 бөлікке бөліп тұр, аудандар тең 2 бөлікке. Онда мына жақ 24 болатын болса, мына жақта 24 болады ғой. Сонда АБЦ үшбұрышының ауданы 48 болады. Осылай оп-оңай ғана шығады, достар. АБЦ үшбұрышының ауданы 48 болады. Сонымен, достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңдар. Сұрақтарың болса, комментарийға пікір қалдырып қойсаңдар болады.